Бүгінгі жиынның басты мақсаты ішкі саясат басқармасының қызметкерлері және мәдениет басқармасының қызметкерлері, дін басқармасының қызметкерлері, екінші деңгейлік банктың қызметкерлері, Қазақтелеком және басқа да байланыс операторларының қызметкерлерімен ауқымды жиналыс болды. Бұл жиналыстың басты мақсаты қазіргі таңда індет болып жатқан интернет алаяқтық қылмыстарын тоқтату және солармен күресу болып табылады. Халықты ескерту. Қазір уақытта интернет алаяқтық қылмыстары өте көп орын алуда. Бұл қылмыстың түрі жаңа болу себебінен халықтың көбісі хабарсыз. Сол себепті телефонмен звондалған интернет алаяқтық деп айтамыз қазір. Сол интернет алаяқтықтарға алданып, өз қаражаттарын банктерден несие алып, үшінші қолдағы адамдарға шоттарына аударып алданып қалатын жайттар көп орын алуда.